Мен Жаңғабылова Айгүл Есенқызы, Аманат партиясының Қызылорда қалалық филиалының Сәулет бастауыш партия ұйымының хатшысымын. Әбілда Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана басшысының орынбасарымын. Мәдениет саласының үздігі, Қазақстанның құрметті кітапханашысы және кітапхана саласының үздігі төс белгісінің иегерімін. Әйелдің нәзіктігі әлсіздік емес, керісінше үлкен күштің көрінісі. Өйткені ол қай істе де сабырмен шыңдалып, парасатпен шешім қабылдайды. Қай салада еңбек етсе де берер үлесі мол, білімде ұстаз, медицинада жан сақтаушы, саясатта әділдік жаршысы, өнерде сұлулықтың шырақшысы. Әйел қоғамға шабыт береді, шексіз махаббатымен ұрпаққа сенім ұялатады. Мен әйелмін, демек мен өмірдің мәнін арттырушы, қоғамға мейірім мен ізгілік сыйлаушы, болашаққа жол ашушы тұлғамын. Заман озып технология дәуірі қанша қарыштап дамыса да, кітап пен кітапхананың орны қашанда ерекше. Әрбір өркениетті елдің дамуында білім, ғылым, мәдениет басты орын алады. Мен өңірде әйелдердің қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық бастамаларды тиімді жүзеге асыру жолында бағытталған жобаларды жүзеге асырамын. Осы орайда Томирис әйелдердің жобасы саяси көшбасшысы болғысы келетін әрбір белсенді әйелге берілген үлкен мүмкіндік деп білемін.